Баршаңызға сәлем достар, қайырлы күн, сіздермен бірге Айжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ұйғыр лағманының жасалу жолын көрсететін боламын, видеоны соңына дейін көріңіздер. 1 килограмм ұнды електен өткізіп дайындап алып, осылай арасын ашып, 2 жұмыртқаны жарып, 1,5 ас қасық тұзды салып, 400 грамм судың 50 граммдай суды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Барлық жеріне бірдей араласып сіңуі керек. Осылай қолымызбен ұнтақтап, сосын барып аз-аздан қалған суымызды құйып, қамырымызды жақсылап елеп аламыз. Қамырымызды жақсылап елеп болған соң пакетке салып, 15-20 минут сайын 3 мәрте қайтара елейміз. Қамырымызды 4 бұрышты қылып жаямыз, кескен кезде барлығы бірдей болу үшін. Бас бармақ саусағымыздың ұшымен бірдей етіп, қамырымызды кесіп аламыз. Кесілген қамырымыздың үстінен сұйық майды құйып, барлық шетіне бірдей жағып шығамыз. Сосын өзімізге ыңғайлы ыдысқа салып, бетін пищевой пакетпен жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Сосын осы аралықта подлив жасайтын боламыз. 350 грамм кез келген етті қолдансаңыздар болады. Осылай әдемі етіп, соломка қылып, жұқа етіп турап шығамыз. Сосын қалған көкөністердің барлығын бірдей өзімізге ыңғайлы ұнағанынша турап шығамыз. Сосын қызып тұрған майға барлығын кезекпен жақсылап қызартып, әдемілеп қуырып аламыз. Сосын 1 ас қасық соя тұздығын құйып, жақсылап тағы да қызартып қуырып аламыз. Барлығын қуырып болған соң үстінен суды құйып, қайнатып пісіріп аламыз. Кастрюльге су құйып және дәміне қарай тұз сеуіп, бетін жауып қайнатамыз. Оған дейін қамырымызды созып дайындаймыз. Қамырымызды әр созған сайын және
ораған сайын үстінен майлап тұрамыз, сосын пакетпен жауып тұрамыз. Сол кезде ғана қамырымыз үзіліп және бөлініп кетпейтін болады. Үстін майлап, бетін пакетпен жауып қоямыз 10-15 минутқа. Қамырымызды шетінен алып, алдымен қолымызды майлап алып, сосын барып созамыз. Сол кезде қамырымыз тындағыш және емін-еркін созылатын болады. Қолымызбен жаймен созып шығамыз. Қатты күш салмаңыздар. Ұштарын шығарып дайындап қойдым. Соны ұстап, екі қолымызбен кезектеп орап шығамыз. Қамырымызды жаймен созып, столға ұрып шығамыз. Қамырымызды созып дайындап болдық. Енді барлығын алып, қайнап тұрған кастрөлге салып, бетін жауып қайнатып аламыз. Бір рет қайнаған соң 3 минут қайнатып, сосын барып сүзіп аламыз. Қамырымыз да падлимыз да пісіп дайын болды. Енді ыдысымызға саламыз. Міне үй жағдайында ұйғыр лағманымыз дайын болды. Дәмі өте керемет. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.